Бүгінгі видеода бізде Black Rush'да емес Free Fire'да қалай софтверский настройка жасау керектігін үйрететін боламын. Ең алдымен настройканы көрмес бұрын мен осы каналыма тіркеліп кетіңіздер және де осы комментарияға өздеріңіздің кереметтей пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, лайк басыңыздар, содан кейін менде кереметтей настройкалар, видеолар шығара беретін боламын. Жалпы бір сұраққа тоқтала кетсек, настройка деген не өзі деген сұраққа тоқтала кетсек, настройка дегеніміз осы Black Rush'ның ішіндегі өзіміздің чувствительностіміз, яғни телефонның қозғалуы және де жан-жаққа қалай қозғалу керектігін және де қалай хедшотты, яғни басқа тигізуді қалай үйрену жайлы бүгінгі видеода үйренетін боламыз. Бүгінгі видеоның мақсаттарына тоқтала кететін болсақ, осы ең алдымен жаңа айтқандағыдай хедшотты жасап үйрену, екіншіден сіздерге кереметтей өзімнің пайдамды тигізіп кету. Ең алдымен сіздерге мен өзімнің настройкамды көрсете бастайын. Міне достар, қазір мен сіздердің көздеріңізше настройкаларды түзеп, қалай жасау керектігін барлығын қарайтын боламын. Яғни мен қазір шатасып кетуім мүмкін. Сол кезде тренировкаға кіріп тексерген кезде бір-екі нәрсені жөндеп жіберемін. Себебін айтқанда, чувствительность әр адамның телефонында әртүрлі коллиматор, яғни әртүрлі DPI болады. Если сіздердің телефондарыңызда DPI болатын болса, DPI-ді қосып қоюларыңызға болады. Сіздерге өздеріңізге қалай ыңғайлы, сонда DPI қойсаңыздар, сіздердің телефондары соншалықты кереметтей қозғалатын болады. Ең бірінші бізде обзор 157, коллиматор 144, 2x прицел 200 болады, 4x прицел тоже 200 болу керек. Себебін айтқанда бұл бізде прицелдар ғой, атысқан кезде керемет ыңғайлы болады. Снайперский прицелда бізде 141, кнопка свободной камеры 166. Достар, осы настройканы қазір біз сіздердің көздерінше тексеріп көретін боламыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай осылай кірдік. Енді дәл қазір бізде осы жерден дробаш, яғни двухстволка алып алатын боламыз. Енді өзімнің Free Fire тілімен сөйлеп тұрмын ғой. Енді қазір осы жерден двухстволканы аламыз. Одан кейін қазір мына жақтан так, Дигл бар ма мұнда? Қазір қайттан қарайықшы. Дигл бар ма? Өзі Black Rush деппін ғой, аузым үйрен қылған ғой. Қазір бізде Free Fire'дан ішінде бар екен. Все, енді қараңыздар. Енді басында менде осылай тұрады. Енді бұл любой адамның қалыпты жағдайы деп ойлаймын. Енді чувствительностьқа кіреміз де осы жерден бәрін түзейміз. Яғни осы жерде 2x прицелді сәл түсіріп қоямыз. 4x прицелді сәл түсіреміз де қалғанын ұра береміз. Енді қазір тағы бір-екі рет тағы жақсы ойналанатын болса, онда біз дәл қазір сол 2x прицелді ауыстыратын боламыз. Бұл енді қалыпты жағдай. Міне достар, уже кетіп жатыр жаймен, бірақ дәл қазір бізде 2x прицелді жөндейтін уақыт деп ойлаймын. Қазір осылай үйрене береміз. Так, енді қазір 2x прицелді жөндейміз. Так, мынаны жөндейміз, и 4x-ті жөндейміз. Так, мынау сәл көйтерейік 4x-ті. И алып кәні көрейік. Енді сәл двухстволкамен қатып қала бере ма, бірнәрсе. Короче, басы міне. Енді дальше көре береміз. Міне достар, ал басталды. Осылай сіздерге үйрете берем. Міне қазір осылай сіздерге үйрететін боламын. Қалай айтсам болады сіздерге? Сіздер кнопканы міне тартқанда менің қолымнан көріп тұрсыздар ғой. Солай астыға резко үстіге тартып сенсіздер, міне осылай. Міне көріп тұрғандарыңызда камера осы экранда көріп тұрғандарыңыздай осылай тартқан дұрыс деп ойлаймын. Негізі осылай удобно и плюс сіздерге атысуға ыңғайлы болады. Енді келесіде айтпақшы достар, сіздерге сообщество салатын шығар, может, если қандай ютубердің настройкасын салайын, соны сала кетсеңіздер, өздеріңіз айта кетсеңіздер. Міне осылай жақсы кетіп жатыр хедшот. Міне басында бізге кетпеп еді, ол енді басында солай болды, бірақ дәл қазір бізге кереметтей хедшоттар пайда болды. Егер де достар тағы да подробнее көргілеріңіз келсе, мен астыға өзімнің описанияма барлық мәліметті жазып кететін боламын. Если сұрақтарыңыз болып жататын болса, комментарияға жаза кетіңіздер, мен сіздерге міндетті түрде ответ қайтаратын боламын. Ал достар, бүгінгі видео сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Ендеше сау болыңыздар.